Алматыда австриялық органшы Лукас Хаслердің концерті өтті. Бұл музыканттың Қазақстанға бірінші рет келуі. Бұған дейін ол Қытай мен Ресейде болып, Орталық Азияға баруды да жоспарлаған. Хаслер көрермендерге шебер және ерекше орындаудағы өшпес классика жауһарларын ұсынды. Ойнайтын аспабыңды білу өте маңызды. Сондықтан мен органның диспозициясын алғаш алған кезде мен оның ұлылығы мен бірегейлігін бірден түсіндім. Мен Австрия азаматы болғандықтан бағдарламаға алтын классиканы атап айтқанда Вольфганг Амадей Моцарттың шығармаларын қоспа мүмкін емес. Және әрине концерт Бахпен басталып аяқталады. Сондай-ақ көрермендер басқа туындылар мен өңдеулерді тыңдады. Органшының концерттік бағдарламасы өте қанық. Қазақстаннан кейін Лукас Хаслер алғаш рет Австралияның қалаларына гастрольдік сапарға шығады. Музыкант Мельбурн мен Сиднейде өнер көрсетеді. Шостакович атындағы Петербург филармониясында фортепианолық музыка кеш өтті. Үлкен залда британдық пианиношы Фредди Кэмп өнер көрсетті. Чайковский атындағы халықаралық байқаудың лауреаты атанғалы 1998 жылдан бері Ресейге тұрақты түрде гастрольдік сапармен барып тұрады. Өткен жылдың қазан айында Фредди Кэмп бірнеше жылдық үзілістен кейін қайтадан филармонияның академиялық симфониялық оркестрімен ойнады. Ал бұл жолы Петербурға жеке концертмен оралды. Кеш бағдарламасында Бах, Шопен, Рахманинов, Чайковский шығармалары шырқалды. Берлин филармониясының оркестрі өз сахнасында концерт берді. Ұжым украин композиторы Александр Ганаболиннің ішекті аспаптарға арналған ададжиосын орындады. Оркестр маэстро Алан Гилберттің жетекшілігімен өнер көрсетті. Америкалық скрипкашы және дирижер Гарвард университетінде және Кертис институтында білім алған. Ол ақштың ірі симфониялық және опералық оркестрлерінің, соның ішінде Метрополитен операсы мен Солтүстік Германия радиосы симфониясының шақырылған дирижері. Қазақ ұлттық өнер университетінің Жамбыл Жабаев атындағы залында студенттер хорының концерт өтті. Іс-шара оқу ордасының 25 жылдығына орай. Сонымен қатар вокал, хор, эстрадалық өнер және музыкалық білім беру факультетінің апталығы аясында ұйымдастырылды. Сегодня мы удивим чисто хоровой музыкой. Концертте біз таза хор музыкасымен таңғалдырдық. Фортепианосыз, оркестрсіз ешқандай қосымша музыкалық сүйемелдеу болған жоқ. Тек хор өзінің бірегей бағдарламасын ұсынды. Универсальный организм, представляющий свою уникальную программу. Студенттер мен олардың ұстаздары концертке биылғы оқу жылының басынан бастап дайындалды. Соның нәтижесінде олар кеште отандық композиторлардың Толғау, Қараторғай, Маусымжан, Кермаралдай сынды өте күрделі классикалық шығармаларын, сондай-ақ көпшіліктің сүйікті балқадишасын орындады. Сегодня мы будем исполнять произведения казахстанских композиторов. Біз Ғалымжан Берекешев, Борис Лешко, Бейімбет Демеуов сынды заманауи дирижерлердің өңдеуіндегі отандық композиторлар мен халық әндерін орындадық. Бориса Лешко, Бейімбета Демеуова и других. Студенттер хор дирижері кафедрасының тәрбиеленушілерінің басқаруымен өнер көрсетті. Кеште орындалған шығармалардың барлығы мамыр айында өтетін мемлекеттік емтиханның міндетті бағдарламасына енгізілген. Ал концерт олар үшін маңызды оқиға алдындағы дайындық болды. Ал қазір біз сіздерге жақын күндер өтетін іс-шаралар туралы айтып береміз. 8 наурыз күні Аймауытов атындағы театрда Венециялық егіздер комедиясы көрсетіледі. 8 наурыз күні Шығыс Қазақстан облыстық драма театры «Играем Пушкина» қойылымын ұсынады. 8 наурыз күні Мүсірепов атындағы театрда «Қызыл орамалды шынарым» спектаклін тамашалауға болады.